Абу Ханифа несінде не дедік? Жазған кітабы Ат-Таухид, мынау. Таухид кітабы. Өткенде бір бауырымыз, жаңағы сәлап бауырларым жинап алып айтады дейді. Біздің ұстаздар сендердің кітаптарыңды жаңағы ане жерде қателесті, міне жерде қателесті, Ибн Баз ана жерде қателесті, Ибн Таймия міне жерде қателесті деп кітаптардан оқып береді. Қонаққа шақырған ғой. Мынау біздің Ахлы Сүнна уал жамағаттың кітабы екен деп сатып алған ғой, өзі оқи алмайды. Бірақ сіз мынаған көрсетіңізші деп, солар ұстаздардың үйіне қонаққа шақырып, мына жерде кейін қаламға сызып беріңізші, міне жерде қателесті, Аллах Тағала бар жерде деп айтты, кейін мен оны не қыламын деген, ұстаздарға көрсетейін деген ғой. Ана біреу алған, бүйтіп қараған, тіс өтпеген ғой жаңағы. Бүйтіп қарайды жаңағы. Аха вилма юда қидамыл алам деп атыр. Жаңағы мантықты оқымаса түсінбейді ол адам. Былай қарайды, екіншісіне береді. Бірақ арабшасы бар адамдар. Ол қарайды жаңағы. Сөйтіп қайтарып береді ғой. Бауырым сен дейді қателесті, Батурди бүйтіп айтты. Көрсетсейші, сызып не жерде ойбай, мына жерде қателесті ғой деп. Кейін надан екенсіңдер ғой деп жаңағы. Жиналып алған жаңағы. Сол сияқты бұл кітапты иншалла 3-тен 1 не қылып қалды. Бірақ бұны неғане кейінде отырып, жақсылап, аударылғанда өте қиын түсініп қалды. Бүгін Құда қаласа аз-маз не сол Ахлы Сүнна уал жамағаттың ақидасының матіндерінен не өтеміз.